Сәлеметсіздер ме? Менің анашымның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін біз балаларға арнайтын өте дәмді ерекше сымсы жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымызға сары майымызды қосып илейміз. Дайын болған қамырымызды тағы да мұжып илейміз. Одан соң тындырамыз. Тындырылған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бірін шетке қойып, екіншісін жаямыз. Қамырымыз міндетті түрде жұқа болуы қажет. Оны сеуіп, жұқалап жаямыз. Мінекей дәл осылай. Содан соң ерітілген сары майымызды жағамыз. Содан соң рулет секілді ораймыз. Және де тағы бір орап шетке қоямыз. Екіншісін жаямыз. Екіншісі дәл сол бірінші қамырдай жұқалап жайып, сеуіп жаямыз. Және де ерітілген сары майымызды тағы да жағамыз. Рулет секілді ораймыз. Және де екеуін бір-бірімен орап, қайыстырып, бір-бірінің үстіне қойып, ерітілген сары май жағып, холодильникке жібереміз. Салмасына етімізді жіңішкелеп турап аламыз. Яғни 4 бұрыштап. Одан соң тоң майымызды да дәл солай, пиязымызды да турап аламыз. Барлығын салған соң тұз, бұрыш және де сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң қамырымызды жайып, ішіне салмамызды салып, үстіне тағы бір қамыр қойып, жақсылап бүгіп аламыз. Дәл видеодағыдай бүгіп аламыз. Одан соң дайын самсаларымызға жұмыртқамызды жағып шығамыз. Мак сеуеміз. Мінекей самсамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып кетіңіздер. Егер сіздердің балаларыңыз самсаны ұнатпаса, дәл осылай жасап берсеңіздер, жеуі әбден мүмкін. Ас болсын!